Сәлем достар, сәлем бірге, мен Майк Миллер. Бүгінгі видеода бізде интернет кафе симулятор 2 ойынымыздан соңғы бөлім. Достар, осы ойын сіздерге өте қатты ұнаған білемін, және де комментарийден байқадым. Достар, бірақта менің арнамда әлі күнге дейін жазылмай қарайтын адамдардың саны өте көп. Сондықтан, егер де сен менің видеомды дәл қазір жазылмай қарап отырсаң, обязательно жазыл. Мен сіздерді арнада керемет видеолармен қуантуға тырысамын. Ал біздер интернет кафе симулятор ойын 2-ге өтейік. Сіздер айтқандай айтпақшы, мен немен көшеде жүрген бомжбен де сөйлестім. Оның миссияларының барлығын орындадым. Қазір в принципе менде тоқ жағына проблема вообще жоқ. Себебі оның барлығын мен жөндеп дұрыстап қойған болатын. Компьютер клубтың іші міне. Компьютер клубтың іші міне, достар, міне, мынандай қылып тастадым. Қазір полностью түсіндіремін. Компьютерді қосып жіберейін, адамдарды ішке кіргізіп жіберейін. Оказывается, бұл жақта автоматизация жасауға болады екен. Яғни келген адам егер де бізге компьютерге отырса, онда автоматически өзі қабылдап алады. И мына жаққа мен касса қойып қойдым, типа QR мен төлей беретіндей қылып, адамдар полностью біздер автоматизацияға өттік. Сол үшін бізде компьютер клуб қазір ең мықты компьютер клуб есебінде. Қараңыздар, бізде компьютерлар мен VR және де консольдардың ценасы қандай екен. В общем, бір сөзбен айтқанда, міне автоматически одобрение дейтінді біз қосып алдық. Міне жақтан так гост деген бар. Осы жақтан біз өзімізге осы сатып алдық. Компьютер клубымызды ашайық. Содан кейін адамдар көбірек келетін шығар. Кондиционерлер. Қанша кондиционер алдым, қараңыздар. Так, мынандай керемет заттар қондырдым. Бірінші стажды мен әдейі автоматтарға қойдым, себебі автоматтар адамдар көп келеді да, екінші стажға барып түсіп жүру, ол вообще мына жердің барлығын бірінші стажға жібереді да, адамдар көп келіп кетіп қалады да тез. Поэтому мен бірінші стажға автоматтарды қоюды шештім. Және де дұрыс шешім деп ойлаймын. Мына жерге келеді, барлығы автоматтарына ойнайды. И және де мен мына жерге кішігірім бір компьютер қойып қойдым. Типа ең андай күшті жерде мынау. Енді тығылысып атқан жер, но андай тихо, өзіңмен өзің, технично, астында PlayStation'де ойнап отырасың, бірақ компьютер емес. Компьютер ыңғайсыздан жерде ойнаймын. Міне достар, біздің екінші этажымызда қандай компьютерлер тұр? Ең мықты компьютердің 4-еуі тұр. Екеуін мынандай столмен, екеуін мынандай әдемі жасыл столмен жасадым. В принципе, процессорлері барлығы мықты, ең мықтыларын қойдым. Разница жоқ компьютерлерде, мықты жасап тұрған компьютерлер. Екінші комнатаға мен мынандай дәл осындай PlayStation'дер қойдым, яғни консольдар. Мына PlayStation 5, нелері бірақ басқаша сияқты да, как будто джойстиктер. Міне, осындай PlayStation'дар қойдым. И мына VR-лар қойдым. 4 VR, 5 VR. 5 VR қойдым. Мына комнатта әдейі сондай консоль, VR, в общем, мынанда чисто игровой консоль VR зона қылып қойдым. Мынаны компьютерный зона қылып қойдым. Астына автомат қылып қойдым, достар. Сондықтан идея қалай? В целом айтып жіберіңіз. Қазір бізде асхана барлығы жұмыс жасап тұр. Жұмыс жақсы жүріп жатыр. Қазір уже менде қараңыздар қанша ақша жиналған? 85.724. Ақшаны қайыққа құртырың білмейсіз, потому что уже бұл компьютер клуб максимально жететін жерге жетіп жатыр. Және де бізде екінші VIP ояқтан да $11,000 шықтыр. Уже достар, мен айта алмаймын. Себебі компьютер клубымыз және де мына қасындағы бизнесіміз біздің мықты дамып жатыр. Уже барлығында адам отырмайды, или барлығында адам отырма? Жоқ, барлығында адам отырмайды. Всегда толмайды да, еще сонда да, бірақ бұл жерде жақсы бизнес болды екеуі де. Бір-бірін дополнять етіп тұрды. Мына екі жер. Енді мынаның барлығын бизнес сатып алсақ вообще мықты болады, конечно. Мықты автоматически одобрение барлығы жасап тұр. Бізде 97,000 дейді ғой уже. Заказ, мықты бізде асханадан заказдар келіп жатыр. Енді достар, бізде қандай план? Мен сіздерге айтайын. Соңғы бөлімде бізге мынандай қызық заттар берді. Қазір мен сіздерге бірдеңе көрсетейінші. Ойш, маған мынандай зат берді. Бомбыжға барып жүредім ғой артынан. Мынандай зат берді. Ой, көрдіңіздер ма? Міне. Опа, в общем, осындай тема. Бұл тема жақсы тема емес, поэтому оны алып тастаймыз. Так, достар, енді қазір менде қандай тема бар? Менің ойымша, мен майнер сатып аламын деген шешімге келдім. Видеокарталар сатып аламыз. Видеокарталар сатып алғаннан кейін осы жерде майнер аламыз. Бір-екі бізде жасайтын заттар бар екен әлі де. Соның барлығын көріп шығайық. Мен обязательно майнер сатып алуға тырысам, потому что майнер бізге керек заттардың бірі сияқты тоже бүйтіп көрейік та. Так, бір буровой установка сатып алдым. Графическая карта. Бізге видеокарта обязательно керек. Так, максимально 5-ін сатып алайық, чтобы ана майнердің үстіне құрау үшін ішке апару керек та, бірақ ішке.
Мен түсінбей тұрмын ішке қай жерге апаратынымды. Және де мынаны үшеуін сатып алсақ. И төртеу бәрі секіп кетеді екен, в принципе, бәрін алып кетейік достар. Майнерлер бізге өте керек. Бірақ іште қоятын жер жоқ, к сожалению. Сонда да қойып көреміз, в общем, максимально дамыту керек қой. Ішті до конца, короче. Няқа келіп сатып алам әлі де сенен. Так что, не расслабляемся. Енді ішке майнерді орнатайын. Майнерден ақша табуға да тырысамыз. В общем, мына ойында максимально барлық жерден ақша жасаймыз. Вот нормально, да? Так, F. Е, ой. Так. Қойдық. Енді бұл жерге жаңа нелерімізді қоямыз, видеокарталарымызды. И мынаны апарамыз. Пам. Е, F. Так. Ага. Теперь код майнерін табуымыз керек. Пока что қасына біздің BTS майнерлерімізді қойып қойып, чтобы ол бізде барлығы доход алып келіп тұру үшін. Акция. Так, ага, ренжімесең очерге майнерімді қоям, потому что возможность жоқ басқа. Ой, ұстау, ап, әдемі. Красавчик. Так, енді майнерді табу үшін. Так, майнер. Міне. Ей, отключилесінес, мынау қалай кетті? Сразу ұйықтап қалған қалай кетті? Так, мынақта қанша ақша түсіп тұр? 7879, $2. Адам деген шыбыры жүрем. Жақсы. Так, ага. Так, біздің майнер қайда? Так, forget, получено. Forget. Так, код, который можно использовать для майнинга, 5DB 33P. 5DB 33P. 5DB 33P. 5DB 33P деген король деп парольді қойсақ. 5DB үлкен әріппен, да? 33P. Все. Майнеріміз жұмыс жасап бастады, достар, біздің. Аха, мынағанда қоямыз. Опа. Болды, үшеуінде жұмыс жасатып қойдық, барлығы бізде қазір. Майнерлер жұмыс жасап тұр. Ең бастысы мына жерде. Ол жақсы. Енді, опа, жеги. Ой, сау болыңдар. Так, бізде қанша ақша болды? 113 мың дейді. Так, это было прекрасное место, чтобы познакомиться. От стула к экрану все на высшем уровне. Рахмет, хотя бы рахмет. Енді бітейік. Бітеміз. Мыналардың барлығының зарплаталарын берейік. Аха. Так, достар, бізде мынандай навыктар жиналып қалыпты. Осы навыктардың барлығын мен енді қолданайын. Кафені мықты қылу үшін осы навыктарды изначально басып соң көрейді барлығын. Customer 3B, Customer 2, Chairs, Chatty и Камбли. Опа, міне кафені максимально дамыттық. Смайл, күліп жүреміз. Наны қосайық. Вас знают из-за вашей давней истории, и воры не часто заходят в ваш магазин. Хорошо, майнер. Ваше знание о горнодобывающем оборудовании увеличилось. Теперь вы можете купить больше майнеров. Опа, енді біз көбірек майнер алсақ болады. Можете купить больше майнеров. Окей. Майнер 3 деген алдық біз наяқта. Бессонный. Сила, голод. Ага. И барлығы дамыттым, өстіп болды. Физически дальше дамыта беру керек. Жетпейді. Мынаған жетпейді. Хорошо. Ну ничего. Біздің навыктарымыз максимально дамыды уже. На 82, на 99. Так, енді. Крэк. Skin case. Криптовалюта. Бір количествосын сатып алсақ. 32 мың. Бұл мен көтеріледі деген ойда сатып алатынмын ғой. Қазір 7% кетіп жатыр, бірақ та кері алмаймыз. Так, или давай көтеріліп атқан наны сатып алайық. 1 штугын. 10 штугын сатып алайық. $5. Хорошо. Ну, пока что акция түсіп жатыр, сонда да. Мынаны алып көрейін ба? 10 штугын тоже. $2 и мынаның 1 штугын алайын. $32. Ну, көтеріліп жатыр ма? Қалай жатыр екен? 10 штук бар бізде.
енді пока что көтеріледі деген ойдамын. Әзірше енді тұрсын, уақыт керек қой обязательно. Бұлай болмайды сразу. Так, closes. Қандай киім киеміз уже? Біздерге костюм шалбар болды, маған жетеді сияқты ондай. Так, 500. Мынаны алайықшы, мықтысын. Костюм шалбармен жүрдік қой, осыған дейін. Кавай. Так, мынау. Барлығын, в принципе, өттік. Real estate. Мынаны сатып алдық. Керек заттардың барлығын алдық, достар. В принципе, ойынды полностью өткен сияқтымыз ғой, достар. Басқа не бар енді? Енді не өткізе аламыз? Достар, енді біз кафемізді осымен жабатын шығармыз. Өкінішке орай, әрине осы жерден бітіреміз, себебі ойынның дальше уже ешқандай дальше бұдан артық өсе алмайсың. Мен максимум жететін жеріне дейін жеттім. Осымен барлығы бітті, достар. Ал ағайын, туыс, бауырлар, барлығыңа рахмет. Тағы да рахметімді айтам. Осымен біздің компьютер клубымыз бүгіннен бастап өкінішке орай жабық. Потому что біз осы компьютер клубтан аларымызды алдық. Барлығын шығарып салайық. Саған рахмет тамақ апарып жүргеніңе. Сендерге рахмет барлығыңа. Так, біздің адамдар кетіп баратыр уже. Көңілсіз шығар мынандай компьютер клубтың жабылуының өзіне. Потому что бізде шығасың ба? Шығарып салайын сенде. Ойбой, анаяқта әлі біреуді құлатып жатыр. Барлығыңа рахмет. Келесі жүздескенше сіздермен бірге болған мен Майк Миллер. Біздер алда мен керемет ойын дайындап қойдым. Сол ойынның енді прохождение дегенде дәл осындай, осыған ұқсайтын ойын. Сондықтан келесі видеоны күтіңіздер. Міндетті түрде жазылыңыздар. Арнаға колокольчикті басып қойыңыздар. Әрбір видео келген кезде сіздерге уведомление болып келетіндей болып. Сондықтан сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Майк Миллер. Келесі жүздескенше. Бүйтіп есік жабамыз. И үйімізге қарай барамыз. Болды ғой сонымен.